Алтынды барнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін біздің арнамыздан көретіндеріңіз Хави Эрнандесті қайтадан Барселонадан қуып жібермекші. Кеше Бундеслигада күтпеген талай нәрсе орын алды. Бүгін АПЛ-дың чемпионы Манчестер Сити болады ма, Арсенал болады ма? Бұған Криштиану Роналду да өзінің пікірін айтты. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Реал Мадридта жаңалық жетерлік. Енді Лука Модрич Реал Мадридтан кетеді деген ақпараттар көп болды, бірақ та мадридтік инсайдерлардың айтуынша Лука Модрич қалып қалуы мүмкін. Өзінің жасына қарамастан, жалпы Реал Мадридтағы бәсекелестікке қарамастан қалғысы келетінін жеткізді. Енді Тони Кроосты да алып қалғысы келетінін айтып жатыр. Реал Мадрид клубы Тони Кроосты да, Лука Модричті да алып қалғысы келеді, оларға орын табылады деп қояды. Бірақ та оларға орын табылмайтынын сізде, бізде біліп отырмыз. Ертең осы жазғы трансферден кейін Реал Мадридтің құрамы мүлдем өзгереді. Килиан Мбаппе келеді, және де ортаға Беллингемнің өзі түсетін болады. Жартылай қорғанысқа сол кезде Кроостың өзіне орын табылмай қалуы мүмкін, Лука Модричті айтпағанда. Сондықтан да Лука Модрич қазіргі жасына қарап, және де Реал Мадридтің құрамына қарап, бәсекелестігіне қарап, құрамдан Реал Мадридтан кеткені дұрыс шешім болады. Карло Анчелотти екеуіне де орын тауып бере алатын шығар, 20 минутқа, 30 минутқа бәлкім. Бірақ енді Лука Модрич та, Тони Кроос та мәңгілік Реал Мадрид жанкүйерлерінің жүрегінде екенін білеміз. Осыны ескеріп, өздерінің деңгейлерін, жағдайларын қарап, жастарға орынды беріп, Реал Мадридтан кеткені дұрыс сияқты. Енді Тони Кроос бәлкім бір маусым қалғаны да жөн шығар. Лука Модричтің кеткені дұрыс-ау деген ой бар. Сіздердің ойларыңыз қалай? Бұған қатысты өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Ал енді біз өз сенімді серіктестерімізді сіздерге айта отырайық. Осы бүгін АПЛ-дың соңғы ойындары болады, соңғы турлары болады. Соған орай біздің сенімді серіктесіміз Париматч 201 мың теңгеге дейін алғашқы депозит үшін сіздерге бонус беретін болады, фрибеттар беретін болады. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұл бонустарды алу үшін видео астында, осы видеоның астында сілтеме тұр. Соған өтсеңіздер болғаны. Париматч ойын тізгіні сенің қолыңда. Барселона клубында не болып, не қойып жатқаны өте түсініксіз. Енді бұл жақтағы мәселе, бапкердің мәселесі. Хави Эрнандеске қанша ай жалынды Барселона. Бізде қалшы, өтініш, бәрін жасаймыз, дегеніңді қыламыз деп 3 ай жалынады. 3 ай жалынады. Және де Хави Эрнандес соңғы пресс-конференцияда айтады, Барселонаның жағдайы жақсы емес, үлкен трансферлер күтпеңдер, осылай деп жанкүйерлерге шындықты айтады. Осы шындықты айтқаны үшін қайтадан Хави Эрнандес Барселонаның басшысы Жоан Лапортаға ұнамай қалады. Себебі Жоан Лапорта Барселонада бәрі жақсы деп жүргенді жақсы көреді, ешкім жаман деп ойламаса екен дейді. Ал Хави шындықты айтып тастайды. Осы әрекетімен Хави Жоан Лапортаға ұнамай қалады, және де Хавиға қайтадан орныңды босат деген сияқты әңгіме айтып жатыр екен. Бұны барлық басылымдар айтып жатыр. Бірақ та Хави Эрнандес айтты, бізде Жоан Лапорта екеуміздің арамызда бәрі жақсы, онда ештеңке уайымдамаңыздар деген сияқты. Өзі жай ғана бір ақпарат таратты енді Хави Эрнандес. Енді Хави Эрнандестің орнына қазіргі таңда бапкер іздеп жатыр деген ақпараттар бар. Марсиал Галиардо деген Аль-Иттихадтың бапкерін алып келмекші екен Барселонаға. Ол жақта деңгей қалай, бұл жақта деңгей қалай. Марсиал Галиардан келіп, мына жерде ақша жоқ, қаржы жоқ, ойыншы жоқ. Осы Барселонаны ары қарай ойната ала ма? Ол жастармен ойын көрсеткен ба? Жастарды дамыта алады ма? Енді ертең Ла Масиядан алады шығар ойыншыларды. Оларды орнына қоя алады ма? Мүлдем құлдырап құрдымға жіберетін сияқты, егерде бұл бапкер келетін болса енді. Одан бөлек бапкерлердің тізімінде Ханс Флик бар, сол баяғы Баварияның бапкері, қазір жұмыссыз жатқан. Осындай ақпараттар бар. Жалпы қазір Жоан Лапорта басқарып тұрған кезде Барселонаға жақсы бапкерлердің келуінің қажеті жоқ сияқты, себебі мансаптарын құртып алады. Қысым көп. Жоан Лапорта өзі жақсы болса болды, бәрін бапкерге лақтырып, бәрін ойыншыларға лақтырып, бәрін бірден кістеп, өзі бізде бәрі жақсы деп жүре беретін басшыға ұқсайды осы.
Бүгін енді ойындар көп, соның бір қызықтысы Брайтон мен Манчестер Юнайтедтің ойыны. Брайтон маусым басындағыдай ойын көрсетіп жатқан жоқ. Қазіргі таңда ойыны қызық, шабуылдайды, жарты сағат сол деңгейді ұстап тұрады. Жарты сағаттан кейін ол деңгей жаймен жоғалып кетеді. Брайтонның ойыны екінші таймда жоғалып кетеді. Екінші таймда әлсіреп қалады ма, шамалар жетпей қалады ма, сондай деңгейде ойнап қалады. Ал енді Манчестер Юнайтедке келетін болсақ, Манчестер Юнайтед жайлы не айтамыз? Манчестер Юнайтед тұрақты түрде, кәдімгідей әр ойында тұрақты түрде бір гол жіберіп алатын командаға айналды. Сондықтан да ол тұрақтылықты бүгінде бұзбайды деген ойдамыз. Және де бүгін Брайтон клубы қалайда, қандай жағдайда да Манчестер Юнайтедке гол салатыны белгілі. Бірақ Манчестер Юнайтедтің қазіргі жастары шабуылы да жақсы. Сондықтан да Манчестер Юнайтед те гол салады бүгінгі ойында, Брайтон да гол салады. Яғни екі команда да бір-біріне гол салады деген болжам бізде бар. Сіздердің ойларыңыз, болжамдарыңыз болса, өздеріңіз қоя жатарсыздар. Ал енді болжамдарыңыз болатын болса, біздің сенімді серіктесіміз Пари матчтың бонустары да бар екенін айта кетейік. Енді жеңімпазды айтатын болсақ, бұл ойында Манчестер Юнайтед жеңіске жететін шығар деген бір ой бар, бірақ болжам екі командада гол салады. Ал енді достар, кеше айтқан болатынбыз, неміс Бундеслигасында талай командалардың тағдыры шешіледі деп. Берлиндік Унион командасы кеше 3 ұпай алу керек еді. Бундеслигада қалу үшін оларда ешқандай да мүмкіндік жоқ еді. Олар мықты командаға қарсы ойнады. Европалық турнирлардың лигасына ілінейін деп тұрған Фрайбургқа қарсы ойнаған болатын, бірақ та Фрайбургты жеңіп, Унион Берлин 3 ұпайды алып, осы Бундеслигада қалып қалды. Бұл деген Унион Берлин үшін үлкен жетістік болды. Келесі маусымда бұдан да мықты болып оралады деп күтіп отырған жайымыз бар. Екінші ойын, бұл ойын енді масқара болды. Бұл ойынды шынымен де мен бұндай болады деп күткен жоқпын. Енді Бавария Хоффенхаймнан жеңіліп қалды, және де Бундеслигадағы екінші орынды да беріп қойды. Екінші орын алып қалды деп өкініп жүреді Баварияның жанкүйерлері. Енді үшінші орын алды. Екінші орында Штутгарт алып кетті. Хоффенхаймнан жеңіліп қалды. Жеңіп тұрып жеңілді Бавария клубы. Енді бұдан кейін бас бапкерді ауыстырмаса, білмедім, енді түсіне алмадым. Бұдан кейін бас бапкер тұрмақ, басшыларды да ауыстырып жерсе де жарасады. Бұл Бавария үшін масқара. Нойердің үлкен қателігі болды. Ұстап тұрған добын жіберіп алды, және де сыйлық жасап қойды Хоффенхаймға. Ал енді Байер клубына келетін болсақ, Байер клубы ешқандай жеңіліссіз осы маусымды өткізді. Бұл Бундеслига тарихындағы алғашқы клуб. Ал жалпы топ 5 лигадағы Арсенал сондай нәтиже көрсеткен, Ювентус сондай нәтиже көрсеткен. Байер тарихтағы 3-ші клуб. Байердің жалпы осы маусымы мінсіз маусым болып жатыр. Алда әлі 2 ойын бар, 2 кубок күтіп тұр Байерді. Ал енді Дортмундық Боруссияның Дармштадтқа қарсы өткен ойыны да өте қызықты болды, тамаша болды. Және де ол жердегі маңызды нәрсе, Марко Ройс пен барлық жанкүйерлер қоштасты. Великий Марко Ройс, ұлы Марко Ройс осылайша Дортмундық Боруссиядан кетті. Бұған дейін ешқандай командаға Боруссияны сатпаған еді. Барлық жанкүйерлер тұрып шығарып салды, және де ол ойында 2 нәтижелі әрекет жасады. Жалпы Марко Ройсты қимағандар өте көп. Хуммельстің өзі не болды деп 10 минуттан артық бір жерде отырып қалған жайы бар. Осындай жағдайлар болды кеше Бундеслигада. Достар, енді бүгін АПЛ-дың соңғы туры барлығы бір уақытта ойнап тастайтын болады. Соңғы турдағы ойындар сағат 20:00-де. Енді барлығына қызық бір сұрақ: АПЛ-дағы Манчестер Сити чемпион болады ма, Арсенал чемпион болады ма деген сұрақ. Енді біз өзіміздің болжамымызды айтпай-ақ қояйық, болжамды Криштиану Роналду айтсын. Криштианудан сұраған екен, Арсенал чемпион бола алады ма деп. Сол кезде Криштиану Роналду деп күлген екен. Жоқ. Ол мүмкін емес, ондайға мүлдем үміттенбеңіздер деп жауап берген екен. Енді Арсеналдың жағдайын жақсы екенін біліп тұр, бірақ та тақырбас құлама Пеп Гвардиола өзінің қолындағы нәрсені беріп қоймайтынын Криштиану Роналду да біліп тұрған тәрізді. Арсенал клубы бүгін Эвертонға қарсы ойнайды. Шон Дайчтың командасы ешқандай бір кедергілерге қарамастан ұпайларын алып тастаса да жақсы ойын көрсетіп келе жатыр соңғы уақытқа дейін. Бүгін өте мықты қарсылас болады Арсенал клубы
клубына Эвертон клубы. Ал енді Манчестер Ситидің қарсыласы өздеріңіз білесіздер, Вест Хэм клубы. Вест Хэм клубының соңғы кездердегі жағдайы өте нашар. Манчестер Ситиға бір төтеп бере алатындай клуб деп айта алмаймыз. Жай ғана Вест Хэм соңғы ойындарын ойнап тастасақ болды әйтеуір деп жүрген клуб сияқты. Сондықтан да жалпы ойыншылардың деңгейі клубтың деңгейінен де көрініп тұр. Манчестер Сити бүгін Вест Хэмді жеңіп тастайтыны. Және де тағы бір айта кететін маңызды нәрсе, Ливерпуль клубы бүгін Юрген Клоппен қоштасады. Жалпы осы ақпараттың бәрін қазір 20:00-де бәріміз бірге білетін боламыз, достар. Кімнің АПЛ-дың чемпионы болатынын да анықтаймыз. Ал енді бүгінге осы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің сенімді серіктесіміз Пари матчтың бонустар беріп жатқанын айта кетейік. Бүгін АПЛ-дың соңғы ойындарына бұл бонустарды алып үлгеріп қалыңыздар. Ал енді арнамызға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.